Hello everyone, let's start our English lesson. Today's our theme is past simple. Жай өткен шақ. Past simple дегеніміз не? Қай кезде қолданамыз? Өткен шақта болған іс-әрекеттерді айтатын кезде біз past simple'ды қолданамыз. Оның жасалу жолы s plus verb second form немесе verb ed. Егер етістік бізде дұрыс болатын болса, ed жалғаймыз, бұрыс болатын болса, екінші формадағы етістіктерді алатын боламыз. Көмекші етістігі did. Осы did көмекші етістігі арқылы сөйлемді болымсызға және сөйлемді сұраулы түрге айналдырамыз. Және did көмекші етістігінен кейін етістік бастапқы формасында болады, яғни V1 формада болады. Keywords кілт сөздері yesterday, last, ago немесе кез келген өткен шақтағы жылдар. Осы мезгіл істеулер арқылы біз past simple'ды басқа шақтардан ажыратып аламыз. Example, I went to the park. Бұл бізде болымды сөйлем. Енді осы сөйлемді болымсыз айналдыратын болсақ, I didn't go to the park. Байқасаңыздар, didтен кейін етістік V1-де тұр. Сұраулы түрінде did I go to the park? Яғни did көмекші етістік алдына шығып тұр, одан кейін бастауыш, одан кейін бізде етістік келіп тұр екен. Бұл бізде past simple'ға мысал болады. Ал енді өзіміз осыған тапсырма орындап көрейік. Let's do some exercise. Осы сөйлемдерді видеоны паузаға қойып, орындап көрсеңіздер болады. Ал кеттік, бірге орындайық енді. I did morning exercise. Мен таңғы жаттығу жасадым. He worked at a factory. Мен зауытта жұмыс жасадым. She slept after dinner. Ол түскі астан кейін ұйықтады. We worked part-time. Біз жартылай жұмыс жасадық. Бұл бізде болымды сөйлемеді. Енді оны болымсыз түрге айналдыратын кезде әрине did бізге көмектеседі. I didn't do morning exercise. He didn't work at a factory. She didn't sleep after dinner. We didn't work part-time. Байқасаңыздар, did көмекші етістігінен кейін келіп тұрған етістіктің барлығы негізгі етістіктер V1 бастапқы формасында тұр. Ал енді сұраулы түрге айналдырып көрейік. Сұраулы формасында did көмекші етістігі бізде алдына шығады. Did I do morning exercise? Did he work at a factory? Did she sleep after dinner? Did we work part-time? Did көмекші етістігі, одан кейін бастауыш, одан кейін негізгі етістік, және ең соңында қалған сөз таптары кетеді екен. Бүгінгі past simple тақырып сіздерге түсінікті болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Себебі біздің YouTube каналдан сіздер ағылшын және орыс тілдерін оңай әрі тез үйренетін боласыздар. Goodbye, have a nice day.